Сот осы жердегі маңыздысы қылмыстық заңның ең басты міндеті қоғамдық қысымға еріп эмоциямен шешім қабылдау емес, тек заң мен дәлелге сүйену. Айыптаушы ретінде сот тергеуі қылмыстық процестік заңнама талаптарына сәйкес жүргізілді. Қорғау мен айыптау тарапына да өз құқықтарын жүзеге асыруға барлық жағдай жасалды деп есептеймін. Бас сот талқылау ашық жүргізілді. Бұқаралық ақпарат құралдары бастан аяқ сот отырыстарын түсіруге және оны жариялауға мүмкіндік берілді. Істің мән-жайы мұқият және жан-жақты зерттелді деп есептеймін. Соттың айыптау үкімін шығаруға толық негіздер бар деп санаймын. Құрметті сот, Жанболат жасаған қылмысының ауырлығын, қоғамдық қауіптілігін, сотталушының жауаптылығы мен жазасын ауырлататын және жеңілдететін мән-жайларды ескере отырып, жаза тағайындауыңызды сұраймын. Қылмыстық кодекстің 53-ші бабына сәйкес қылмыстық жауаптылық пен жазаны жеңілдететін мән-жайлар анықталмады. Олай дегенім, жасөспірім қызы бар бала бола тұра оның анасын өміріне қиған басшылық қалып, жазасын жеңілдететін мән-жай ретінде танымауыңызды сұраймын. Сонымен қатар қазіргі уақытта қызға қамқоршылық тағайындалған нағашы апасына, жәбірленуші тарапқа. Қылмыстық кодекстің 54-ші бабына сәйкес сотталушы Жанболаттың қылмыстық жауаптылығы мен жазасын ауырлататын мән-жайлар ол алкогольдік масан күйде қылмыстық құқық бұзушылықты жасау. Өз сөзін түйіндей келе, құрметті сот, сотталушы Айбар Қайрат Жанболатты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99-ші бабы 1-ші бөлігінде көзделген қылмыстық құқық бұзушылықты жасау үшін кінәлі деп танып, 15 жыл мерзімге бас бостандығын айыруға жазасын тағайындауыңызды, жазасын өтеуді қылмыстық атқару жүйесінің қауіпсіздік орташа мекемесіне өтеуді, қылмыстық кодексінің 62-ші бабы 3-ші бөлігі 2-ші тармағына сәйкес Жанболаттың күзетпен ұсталған уақыты 2025 жылғы 22 маусымнан заңды күшіне енгенге дейін қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаның өтеудің бір күн үшін 1,5 күн есебімен жаза мерзіміне есепке жатқызуды, қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын өзгеріссіз қалдыруды, сотталушыдан қылмыстық кодексінің 98-де 2-ші бабының негізінде жәбірленушілерге өтемақы қорына 30 айлық есептік көрсеткіш, яғни 117.960 теңге өндіруді, сотталушы мемлекет пайдасына сот сараптамаларға жұмсалған, яғни 690.329 теңге 78 тиын процестік шығындарды өтеуді, жәбірленуші тараптың іс бойынша берген материалдық және моральдық зиянды өтеу туралы талап арызын қанағаттандыруды және іс бойынша айғақ заттардың тағдырын қылмыстық процестік кодекстің 118-ші бабына сәйкес шешуді сұраймын. Рахмет.